қалай полуфабрикат қосуға болады, соны көрсететін боламын. Мысалға, добавить полуфабрикат басам. Мына жерден PF, мысалға, молоко деге. PF молоко. Мысалға, килограммен жасаймын. Мына жерде мен таңдаймын барды. Сохранить. Окей. Енді добавить новый полуфабрикат деген басам. Жаңағы PF молоко деген бір сүттен бір полуфабрикат жасап жатырмын дейік. Мына жерге мен 1 литр ғана жасаймын. Енді осы полуфабрикаттың ішінде қандай заттар болу керек, соны белгілеймін. Молоко болу керек. Молоко бар, таңдаймын. 1,5 дейік, мысалға 1,5 деп жазайын мен. Немесе 1 деп тұра берсін, 1. Енді келесі бізде қандай не бар? Мынандай бір товарымыз болсын. Оны да белгіледік, 1 деп. Енді осы жаңағы PF молоко, мысалға бір соус болуы мүмкін, немесе тесто болуы мүмкін. Мысалға, мына жерге PF тесто дейміз да, мына жерге ұн, сүт, су деген сияқты осылар жаза береміз. Мына брут нетто деген, брут дегеніміз, яғни ол ашылмаған күйіндегі салмағы, ал нетто дегеніміз ашылған күйінде, немесе қайнатылған күйіндегі салмағын осы жаққа жазамыз. И производить деген басамыз. Сохранить кетті. Енді бізде қазір мына жерден PF молоко деген таңдайық. PF молоко 1 килограмм, орташа бағасы 700 теңге. Осылайынан көрсетіліп болады. Осылайынан полуфабрикаттарымызды қоссақ болады.